Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 17-ші дәріс. Намаздың уақыттары. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Имам Әл-Қудуридің Әл-Мұхтасар атты кітабы бойынша фиқ дәрісін жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда намаздың уақыттарын өтетін боламыз. Ауқату салауат il-мафруда, парыз намаздардың уақыттары. Ауалы уақыт il-фәджри, таң намазының алғашқы уақыты, иза тала ал-фәджру сәни, екінші таң атқан кезде. Екінші таң дегеніміз, бұл фиқ кітаптарында әл-фәджру садиқ, шынайы таң деп те аталады. Негізінде таң екіге бөлінеді. Біріншісі әл-фәджрул әуәл, немесе әл-фәджрул кәзиб деп те аталады. Екіншісі кітапта айтылған әл-фәджрул сәни, немесе екінші атауы бойынша әл-фәджрул садиқ. Бірінші таң дегеніміз не? Яғни жалған таң дегеніміз не? Жалған таң деп таң атуға жақын қалған кезде, әлі таң атпай тұрып, күн шығыс жақта қасқырдың құйрығындай тігінен бір ақ сәуле пайда болады. Және бұл ақ сәуле біраз уақыттан кейін көзден ғайып болып, жоқ болып кетеді. Ақ сәуле пайда болған кезде адамдар таң намазы кірді екен деп ойлап қалады. Бірақ сәл уақыттан кейін жоқ болып кеткеннен кейін таң намазының уақыты кірмегендігі екендігі белгілі болады. Сондықтан да адамдарды жаңылыстырғаны үшін мұндай таңды, мұндай жарықты және осы уақытты әл-фәджрул кәзиб, жалған таң дейді. Немесе бірінші таң деп атайды. Ал таң намазының кіретін уақыты ол екінші таң. Әл-фәджрул сәни, немесе әл-фәджрул садиқ, шынайы таң. Шынайы таң дегеніміз таң атуға жақын қалған кезде және таң атып жатқан кезде күн шығыста кеңістікте көлденеңнен жайылып ақ сәуле пайда болады. Ақ жарық сәуле пайда болады. Міне осы көлденеңнен жайылып пайда болған күн шығыстың кеңістігінде пайда болған уақытта, сәтте таң намазының уақыты кіреді және таң атқан болып есептеледі. Міне осы уақыттан басталады. وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ. Имам Қудури осы сөзімен әл-фәджру сәни, екінші таңның не екендігін түсіндіріп отыр. وَهُوَ الْبَيَاضُ, екінші таң дегеніміз ол ақ сәуле. Әл-муътариду фил уфуқ, кеңістікте, күн шығыстың кеңістігінде пайда болған және көлденеңнен жайылған ақ түсті сәуле дейді. Ва ахиру вақтиха, таң намазының соңғы уақыты мә ләм татлуъ аш-шамсу, күн шыққанға дейін жалғасады. Күн шыққанға дейін дегенде күннің төбесі шыққанға дейін жалғасады. Күннің төбесі көрінген кезде таң намазының уақыты шығып кетеді. Негізінде мына жерде мә ләм татлуъ аш-шамсу, күн шықпағанға дейін жалғасады деп тұр. Енді біз қазақша аударатын кезде түсінікті болу үшін күн шыққанға дейін жалғасады деп аударған дұрыстырақ болып табылады.
Ва ауалу вақти зухри. Бесін намазының алғашқы уақытына келер болсақ, иза залати шамсу. Күн ауған кезде басталады. Күн ауған кезде. Күн зәуал болған кезде. Бұл қай уақыт, бұл қай сәт? Күннің ауғанын қалай білеміз? Күннің ауғанын білу үшін түс уақыты жақындап қалған кезде, яғни күн шығыстан көтеріліп, биікке қарай көтеріліп, түскі уақыт жақындап қалған кезде тегіс жерге бір таяқты тігінен қадап қоямыз. Күн төбеге қарай жақындаған сайын таяқтың көлеңкесі азая береді, қысқара береді. Күн төбеде белгілі бір нүктеге жақындаған кезде жерге, тегіс жерге қадап қойған таяқтың көлеңкесі белгілі бір уақытта тоқтайды, қысқартуын тоқтайды. Және сәлден кейін, кішкене уақыт өткеннен кейін көлеңке, тоқтаған көлеңке қайтадан ұзара бастайды. Міне көлеңке түскі уақытта қайтадан ұзара бастаған кезде күн ауған болып есептеледі. Күн зәуал болған болып саналады. Демек, түскі уақытта көлеңке тоқтағаннан кейін қайтадан ұзара бастаған кезде күн ауады. Міне осы уақытта бесін намазының уақыты кіреді. Ва ахируху инда Аби Ханифата рахимахулла. Бесін намазының соңғы уақыты имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша иза сара зиллу кулли шайин мислейхи. Әрбір заттың көлеңкесі өзінің бойынан 2 есе ұзарғанға дейін жалғасады. Яғни бесін намазының соңғы уақыты әр заттың көлеңкесі өзінің бойынан 2 есе ұзарғанға дейін жалғасады. Имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша. Сива фейз зәуал. Зәуал көлеңкесі тысында. Яғни әр заттың көлеңкесі зәуал көлеңкесі тысында өзінің бойынан 2 есе ұзарғанға дейін жалғасады. Уақалы Абу Юсуфа ва Мухаммадун рахимахумалла. Ал имам Абу Юсуф пен имам Мухаммад, яғни сахибанның көзқарасы бойынша иза сара зиллу кулли шайин мислаху. Бесін намазының уақыты әрбір заттың көлеңкесі өзінің бойымен бірдей болған кезде шығады. Демек, мазхабымызда бесін намазының соңғы уақытына байланысты 2 түрлі көзқарас бар. Біреуі имам Абу Ханифаның көзқарасы. Бұл көзқарас бойынша бесін намазының уақыты, соңғы уақыты әр заттың көлеңкесі 2 есе ұзарғанға дейін жалғасады. Ал оның 2 шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мухаммадтың көзқарасы бойынша бесін намазының соңғы уақыты әр заттың көлеңкесі өзінің бойымен 1 есе ұзарғанға дейін жалғасады. Ва ауалу вақтил асри. Аср намазының алғашқы уақытына келетін болсақ, 3-ші намаз, аср намазының алғашқы уақытына келетін болсақ, иза хараджа вақту зухри алал қаулейни. Иза хараджа шыққан кезде, вақту зухри бесін намазының уақыты шыққан кезде, алал қаулейни әр 2 көзқарас бойынша. Яғни жоғарыда айтылған имам Абу Ханифа мен және оның 2 шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мухаммадтың көзқарасы. Осы 2 көзқарас бойынша бесін намазының уақыты қай уақытта шығатын болса, сол уақытта аср намазының уақыты кіреді. Мысалы, имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша аср намазының уақыты әр заттың көлеңкесі өзінің бойымен 2 есе ұзарған кезде бесіннің уақыты шығып, асрдың уақыты кіреді. Ал оның 2 шәкіртінің көзқарасы бойынша асрдың уақыты әр заттың көлеңкесі өзінің бойымен 1 есе ұзарған кезде кіреді. Ва ахиру вақтиха. Ал аср намазының соңғы уақытына тоқталатын болсақ, ма лам тағруби шамс. Күн батқанға дейін жалғасады. Аср намазының соңғы уақыты күн батқанға дейін жалғасады. Күннің төбесі батпай тұрып, толық көрінбей тұрып, кімде-кім аср намазының 1 рәкағатын оқып үлгеретін болса,
ол кісі асыр намазына үлгерген болып саналады. Ал енді шам намазының алғашқы уақытына келетін болсақ, күн батқан кезде. Күн толық батқан кезде шам намазының алғашқы уақыты кіреді. Ал оның соңғы уақытына келетін болсақ, шапақ көзден таса, шапақ ғайып болғанға дейін жалғасады. Ал шапақ дегеніміз не? وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله. Шапақ дегеніміз وهو البياض, ол ақ сәуле. Қай ақ сәуле? الذي في الأفق بعد الحمرة, қызыл сәуле кеткеннен кейін күн батыстың кеңістігінде пайда болатын ақ сәуле. Яғни күн батыстың кеңістігінде пайда болатын қызыл сәуледен кейін, қызыл сәуле кеткеннен кейін шығатын, пайда болатын ақ сәулені шапақ дейміз. Яғни демек, имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша шам намазының соңғы уақыты күн батқаннан кейін қызыл сәуле жойылып, одан кейін ақ сәуле шығады, және осы ақ сәуле кеткеннен кейін шам намазының уақыты аяқталады. Ал имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммадтың көзқарасы бойынша шапақ дегеніміз ол күн батқаннан кейін пайда болатын қызыл сәулені айтады. Демек, имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммадтың көзқарасы бойынша шам намазының соңғы уақыты күн батқаннан кейінгі шығатын қызыл түсті сәуле кеткен кезде шам намазының уақыты аяқталады. Енді бұл мәселеде имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммадтың көзқарасы негізге алынады. Яғни шапақ дегеніміз ол қызыл түс, шам намазының уақыты қызыл түс жоғалғанға дейін, ғайып болып кеткенге дейін жалғасады. Құптан намазының алғашқы уақыты шапақ ғайып болған кезде кіреді. Яғни күн батыста, күн батқаннан кейін пайда болатын қызыл шапақ жойылып, жоқ болып кеткен кезде құптан намазының уақыты кіреді. Ал оның соңғы уақытына келетін болсақ, таң атқанға дейін жалғасады. Таң атқан кезде құптан намазының уақыты шығады, таң намазының уақыты кіреді. Демек, құптан намазының кіретін уақыты шапақ, яғни қызыл түс жоғалып, ғайып болған кезде кіреді, және таң атқанға дейін жалғасады. Ал енді 5 парыз намазға қосымша оқылатын витр намазы, витр уәжіп намазының алғашқы уақыты ба'дал иша, құптан намазы оқылғаннан кейін басталады. Себебі құптан намазы мен витр намазының арасында міндетті реттілік бар. Бірінші құптан намазы оқылуы тиіс. Витр намазы құптан намазы оқылғаннан кейін оқылады. Егер бірінші витрді оқып, сосын бар құптанды оқитын болса, оқыған витр намазымыз дұрыс болып есептелмейді. Өйткені екеуінің арасындағы реттілікті сақтау міндетті. Сол себептен витр намаздың алғашқы уақыты құптан оқылғаннан басталады. Құптан оқылғаннан кейін басталады. Ал оның соңғы уақыты таң атқанға дейін жалғасады. Таң атқан кезде әрі құптанның уақыты шығады, сонымен қатар витр намазының уақыты да шығады. Құрметті бауырлар, біз осы жерге дейін 5 парыз, сонымен қатар витр намазы 6 намаздың кіретін және шығатын уақыттарын айттық. Міне осы уақыт аралығында кімде-кім намазды оқитын болса, оның намазы дұрыс болып есептеледі. Ал егер намаздың уақыты кірмей тұрып оқыған болса, ол намаз дұрыс емес, жарамсыз. Мойнымыздағы жауапкершілік, мойнымыздағы міндет түспей қалады. Сол себептен уақыт кіргеннен кейін қайтадан оқу шарт болады. Ал егер
намаздың уақыты шыққаннан кейін оқитын болса, ол намаз қаза болған болып есептеледі. Намазды себепсіз уақыты шыққаннан кейін оқу күнә болып табылады. Сол себептен кімде-кім себепсіз намазда уақытынан кешіктіретін болса, онда ол адам сол намаздың қазасын оқиды, және сонымен қатар кешіктіргені үшін Алладан кешірім сұрап тәубе етуі тиіс. Құрметті бауырлар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.